Ең алдымен құрметті Түркістан облысының керемет, білімді, білікті мұғалімдері. Қайырлы күн, Дарын Teachers платформасының администрация мұғалімдері, мектеп директорлары. Мен өзімнің алғысымды бірінші рет ұйымдастырылып отырған осындай керемет курстың және Дарын Teachers платформасының администрацияларға айтқым келеді. Осы 16-шы қыркүйектен басталған курста біз өте маңызды, өте керемет әдіс-тәсілдермен бөлісіп отырмыз. Мен Түркістан облысы мұғалімдерге бір керемет, бір пайдалы курс ұйымдастырып берді деп ойлаймын. Мен Түркістан облысы Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылының номер 41 Жамбыл атындағы жалпы білім беретін мектебінің Мұталова Сана Бархамрақұловна ағылшын тілі пәні мұғалімі боламын. Бұл өтіп жатқан курста біз әртүрлі мемлекеттердің білім беру жүйесіндегі озықты тәжірибелермен бөлісіп отырмыз. Бірінші күні болған Сингапур мемлекетінің білім беру жүйесіндегі озық әдістері және тәжірибелермен бізмен Омарбек ағай, спикеріміз Омарбек ағай өте керемет әдіс-тәсілдерді 15-тен артық әдіс-тәсілдерді бізмен бөлісті. Бұл әдіс-тәсілдерді біз сабағымызды қолданып, жақсы нәтижелерге ие болдық. Ал келесі күні Данияр Бибатыр ағайымыз өзінің оңтүстік Корея мемлекеттердегі білім беру жүйесіндегі озық тәжірибелермен бөлісті. Біз осы Финландия мемлекетінде болып қайтқандай болып, өте керемет заттарын үйрендік. Үшінші күні Файзиев Ермек Серікұлы ағайымыз бізбен Финландия мемлекетінің білім беру жүйесіндегі озық тәжірибелермен өзінің керемет сабағын өтті. Мен бұл ағайға өзімнің жеке басым өте ризамын. Осы ағайдың бір апталық 10 күнлік арнайы курсын бізге ұйымдастырып берсек екен деген ниетім бар. Ал кеше бізмен Жапония мемлекеттерді білім жүйесінің озық тәжірибесі және әдістерімен Аралбек ағай өзінің керемет сабағын өтті. Біз бұнда Жапония мемлекетінің мектебі бір керемет ағаштың гүлдеген кезінде және сәуір айында басталуыны, оларда 4.90 емес 3.90-дай сабақ болуыны, олар бізден бір жылда өте көп күндері сабақ оқитынына, ең алдымен оқушылардың ынтымақ болуына, жастар мен жас үлкен оқушылардың бір-бірімен байланысы барлығына және тазалыққа, мектептің тазалығына тек қана оқушылар жауапкер екендігіне көптеген заттарды үйрендік. Оларны мен өзім мектепте сабағым жоқ кезінде мұғалімдермен бөлісіп отырмын. Сабақ кезінде оқушылармен әдіс-тәсілдерді бөлісіп, жақсы нәтижелерге ие болып отырмын. Осы барлық 7 күнде болатын барлық сабақ беретін бізге спикерлерге және Дарын Teachers платформасының администрация мүшелерге дендеріңіз сау болсын, педагогика саласында бұдан да жоғарыға көтеріліңіз деген ізгі ниетімді білдіргім келеді. Ең соңында өтетін іріктеуді мен адал және бір керемет болып сараланады деп үміттенемін. Барларыңызға зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.